Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен алгебра 8-ші сыныптың 4-ші тоқсандағы теңсіздіктер бөлімі бойынша жиынтық бағалауды талдайтын боламыз. Енді бізде екінші нұсқа. Айтпақшы, бірінші нұсқа арнада бар. Қарасаңыздар болады онда. Енді бұл есепте 2х қосылған х квадрат минус 24 өрнегі теріс мән қабылдайды дейді. Енді есепті шығарайық. Біріншімен жазылайын, дәрежесі үлкенімен х квадрат плюс 2х минус 24. Теріс мән қабылдайды деген сөз 0-ден кіші деп аламыз. Енді х виет теоремасын қолдану керек. х1 қосылған х2 тең қаншаға? Минус 2-ге тең болу керек. Немесе х1 көбейтілген х2 тең минус 24. Енді ол қандай сан бізде? х1 тең, х2 тең. Сосын арнаға жаза кетейікші оқушылар, сіздерге виет теоремасын қайда ма или дискриминант па? Қайсы жолдың фанатысыздар жалпы? Дискриминант немесе виет теоремасы? Арна комментарийге жаза кетіңіздер. Негізі мен уақыт үнемдеу үшін осындай есептерде виетті қолданған дұрыс деп ойлаймын. Себебі қатты күрделі емес. Енді 24 дегеніміз ол бізде қандай сандардың көбейтіндісі? Азайтындысы 2 шығатындай, ол 6 мен 4. Дұрыс па? Енді біреуіне минус қойылу керек, ол әрине 6-ға қойылады. Себебі минус 6-ны 4-ке қоссақ, минус 2 шығады. Минус 6-ны 4-ке көбейтсек, минус 24 шығады. Енді таптық есепті интервалдарға қояйық. Жер сәл көрінбей қалды, басынан сасылайын. Демек, бізде минус 6, және де мынауымыз 4 болды екен. Интервалдарға бөліп жасайын. Таңба кәдімгі стандарт жағдай плюс-минус плюс болады. 0-ден кіші болғандықтан не істейміз біз? Теріс аралықта аламыз. Мына аралық боялады деген сөз. Жауабы минус 6-дан 4-ке шейін. Бірінші есеп бітті. Келесі есеп. Тіктөртбұрыштың ұзындығы енінен 4 сантиметрге артық дейді. Неге тіктөртбұрыш салайын оқушылар. Енді тіктөртбұрыштың ұзындығы енінен 4 сантиметр. Демек, мынау х болады. Мынау х плюс 4 болады. Екеуін көбейтеміз. Ауданын табу үшін екеуін көбейтеді ғой. Тіктөртбұрыштың ауданы 96 сантиметр квадраттан артық болса, оның өлшемдері қандай болуы мүмкін? Үлкен 96 дейік. 96. Жақшаны ашамыз. Х квадрат қосу 4х минус 96 үлкен 0 дейміз. Енді бұл жерде сандар кішкене ұзағырақ, сол себепті дискриминантты қолданамын. 4-тің квадраты 16 қосылған 4 көбейтілген 96. 4 көбейтілген 96 тең 384 шығады екен. 384. 16-ны қосатын болсақ, одан 400 шығады. Дұрыс қой, 400 тең ол бізде 20-ның квадраты. Енді х1 мен х2-ні табам оқушылар. Демек, бізде минус 4 қосу азайту 20 бөлінген 2 болады. Енді х1-ді табам. Бірінші азайтамын. Минус 24 бөлінген 2. Минус 12 шығады екен. х2. Қосатын болсақ 16 бөлінген 2. Тең бізде 8 шығады екен. Енді бұны біз не істейміз? Координатаға саламыз. Координатаға салайық. Минус 12. 8 интервалдарға салдым. Плюс-минус плюс кәдімгі стандарт жағдай. Енді үлкен аралық штрихтаймыз. Бұл жақта артық деп тұр, дұрыс па? Плюс аралықтарымыз штрихталады. Енді жауабын жазайық. Жауабы бізде минус шексіздіктен минус 12-ге дейін бірігеді. 8-ден плюс шексіздікке шейін.
Демек, мына жерде мына жақ бізде қабылданбайды жауап ретінде. Демек, 8-ден артық. Енді бұны алдыңғы есептерде математикалық жолмен жаздым. Енді мынаны сөзімен жаза салайын. Ені 8-ден артық болуы мүмкін. Ал ұзындығы 8-ге 4-ті қосасыңдар, 12-ден артық болуы мүмкін. Себебі мына жерде жазылып тұр ғой, енінен 4-ке артық деп 8-ге 4-ті қосамыз. Артық болуы мүмкін деп қойасыздар. Б, М деп қоям. Б, М. Болуы мүмкін деген сөз. Шифровка жасайтын болсаңыздар. Міне екінші есепте болды. Үшінші есеп бізде бөлшек рационал теңдеу. Енді мына жерге мына жерде қарайық. Оқушылар, бөлшектің бөлімінде белгісіздер. Сол себепті не істеймін? МЖ табамын. МЖ деген не екенін білесіздер деп ойлаймын. Ол мүмкін мәндер жиыны деген сөз. Немесе оны басқаша екінші тілде анықталу облыс деп айтады. 4 минус 2х-ті не істейміз? Тең емес 0-ге деп алуымыз керек. Бұл неден шығады? Қандай қағидадан шығады? Себебі бөлшектің астын 0-ге тең емес деп алатынымыз. Жауабын комментке қалдыра салыңыздар. Мынада x тең емес қанша болу керек? 2 болу керек. Бұл бізде біріншісі. Енді екіншісін 3х плюс 6 тең емес 0. 3х тең емес минус 6. Х тең емес минус 2-ге. Негізі есептерін қарап отырмын. Тура бірінші нұсқаның есептерімен дәлме-дәл ұқсайды оқушылар. Сіздерге қиындық туғызбайды деген ойдамын. Минус 2 және де 2. Интервалдарға бөлдік. Так, таңбасы кәдімгі стандарт жағдай демей-ақ қояйын бұл жерде. 0-ды аламыз. Мысалы, аралықта 0 бар. 0-ды алсам, так, 0-ды қойсам 4 шығады, 0-ды қойсам 6. Екеуі плюсті береді екен, демек ортасы плюс болады бізде. 2 7 минус болады. Демек кіші аралық деп тұр бізге. Кіші аралық болса не істейміз? Мына минус аралықтарды штрихтайды екенбіз. Сол кезде бізде жауабы не болады? Жауабы минус шексіздіктен. Жауабын біз солдан оңға қарай жазамыз. Мына жақта минус шексіздік бар. Мына жақта. Осыдан қаншаға шейін барады екен? Минус 2-ге шейін барады деген сөз. Минус 2-ге шейін. 1-ге де енді 2-ден бастаймыз. Себебі боялған жерді аламыз жауапқа. 2-ден плюс шексіздікке шейін. Есеп түсінікті деп ойлаймын. Келесі есепке кеттік. Келесі есебіміз теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. Теңсіздіктер жүйесін шешейік. Енді біріншісін сразу шеше салайын. 1-ден 4х минус х-ға өткіземіз бері. 0-ден үлкен 1 қосылған 5 болады. 4х-тен х тазайтсақ 3х, 6х 2 шығады. Дұрыс па? Енді екінші жағдайды өзіміз вид теоремасымен шығара салайық. Х-ның алдында 1 бар, анығырақ айтсақ минус 1. Дұрыс қой, осы минус 1-ді біз плюс 1 қылып алуымыз керек. Әрқашан қарама-қарсы таңбасымен аламыз. Ал көбейтіндісінде қандай сан тұр? Минус 6 тұр. Демек, минус 6-ны аламыз. Енді x1-міз қандай сан болады? x2-міз қандай сан болады? Видеоны паузаға қойып, өздеріңіз тауып көріңіздер. Мен қазір айтам. Сәйкес келсе, нұр үстіне нұр болатын еді. Так, 6 немен ненің көбейтіндісі ол бізде 3 пен 2-нің көбейтіндісі деп аламыз. Енді плюс 1 шығу үшін қосындысы минус бізде 2-де болу керек. Тексеріп көріңіздер, кімдікімен дәл келді. Сіздер үшін қуаныштымын. Так, координатаға салайық. Ең кішісі бізде. Бұл жерде 2 координата сызуымыз керек екен. Себебі бізде жүйеде қанша 2 теңсіздік бар. Жүйеде 2 теңсіздік. Енді біріншісінде мынау шыққан етін. 0-ден үлкен деп тұр. Демек, нүктесін бояймыз. Қатаң емес деген белгі тұр.
x үлкен немесе тең 2-ден деп тұр. Оң жаққа қарай штрихтаймыз. Минус 2-де 3 орналасу ретін ескеруім керек. Минус 2 2-ден кішірек болғандықтан, сол жағына қарай жазылады кішкене. Сосын 3 2-ден үлкен болғандықтан, былайынан жазылу керек. Орналасу реті бойынша. Интервалдарға бөлдім. Енді кәдімгі стандарт жағдай плюс минус плюс. 0-ден кіші аралық, демек ортасы боялу керек екен. Мына екеуінің қиылысып тұрған жері 3-тен былай қарай жоғары көтереміз, 2-ден былай қарай төмен түсіреміз. Сол кезде бізде жауабы шығады 2-ден 3-ге дейін. 2-де тік жақша, ал 3-те жай жақша болады. Оны нүктелеріне қарап ажыратасыздар. Міне, соңғы есеп, 4-ші есебімізде бітті оқушылар. Сіздерге осы БЖБ талдау ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басып, есептердің талдау оңай болды ма, қиын болды ма, комментарий жаза кетіңіздер. Қазақ тілді арнаны қолдау мақсатында арнаға жазылып қойсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді. Сіздерге пайдам тиді деген үміттемін. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.